Бәріне сәлем достар. Бүгін бізде Django'ның 5-ші сабағы. Бұл сабақта біздер минималды форма жасаймыз және класс тәріздес вьюсетпен танысамыз. Алдымен өзіміздің проектімізді Visual Studio Code бағдарламасында ашып алайық. Ашқаннан кейін Python Manage Py Run Server командасы арқылы серверімізді қосып, осы локальды серверімізді браузерде ашайық. Серверімізді көтергеннен кейін Django'ның сайтын ашып, біздің минималды формамызға керек HTML кодты көшіріп алып, осы polls, details, HTML файлын ішіндегі алдыңғы сабақтағы контентті кетіріп, біздер осы кодты қоямыз. Енді кодты қысқаша түсіндіріп өтетін болсам, бұл сұрақты детально ашқан кезде оның тақырыбы мен оның жауаптарын көрсетеді және оны таңдауға болады. Біз келесі URL көмегімен осы сұрақты таңдай алатындай етіп жасаймыз. Ол үшін бұл кодты polls қосымшасындағы URLs файлына қоямыз, яғни бізде бұл код әлдеқашан қойылған. Ендігі кезекте вот функция тәріздес вьюсетін, яғни көрсетілген кодты алып, polls қосымшасының ішіндегі views файлына көшіріп қоямыз. Және оған қажетті модульдер мен класстарды жоғарыда импорт жасаймыз. Енді қойған нәрсеміз тексерсек, біздер қалайсың деген бетті көріп тұрық. Бұл бет біздегі сұрақты деталь түрде көрсетіп тұр, және оның екі жауабы бар алдыңғы сабақта қосқан. Біз мысалы біреуін таңдап, вот батырмасын бассақ, яғни оның нәтижесін көрсету керек, бірақ бізде әлі жасамай тұр. Сол үшін біз бұл result атты функция тәріздес view'ымызды жаңартамыз. Яғни біз көрсетілген кодты views файлына қойғаннан кейін, енді ол кодты орындайтын бізге, яғни нәтижесін көрсететін бетті жасау керек. Ол үшін біз келесі кодты көшіріп алып, жаңадан results HTML файлын ашып, осы кодты қоямыз. Енді кодымызды қойғаннан кейін браузерімізді ашып, нәтижесін тексеріп көрейік. Біз бұл жерде сұрақ және оның жауаптары және әрқайсысына қаншадан дауыс берілгендігі туралы ақпарат көре аламыз. Енді біздер дауыс берген кезде қандай логика болатынын тексеру үшін вот функциясына өтейік. Бұл жерде біз URL-ден сұрақты аламыз және вот батырмасы басылған кезде нәтижесіндегі таңдалған жауаптың ID арқылы жауапты selected choice деп таңдаймыз. Ал егер қателік кеткен жағдайда біздер еш нәрсе таңдалмады деген хабарламаны көрсететін боламыз. Ал егер бәрі сәтті болса, біз сол сұрақ таңдалған санының өзіне бір санын қосып, базада сақтап отырамыз. Енді жазған логикамызға тест жасап көрсек, бір жауаптан да вот батырмасын басамыз және көріп отырғандарыңыздай белгілеген сайын ол сұрақ таңдалғанның реті де бірге артып отыр. Ендігі кезекте класс тәріздес вьюсеттермен танысамыз. Мына жерде less code is better деген аз код жақсырақ, яғни біз өзіміз қолдан жазып қойған функция тәріздес вьюсеттердің орнына біздер Django'ның өзінің дайын generic viewset деген класстар бар. Сол класстарды, абстракт класстарды өзіміздің кодымызда пайдаланамыз. Ол үшін мына URLs деген жердегі кодымызды жаңарту керек. Бұл жерде біз класстарды шақырамыз функцияның орнына. Енді келесі біз класстардың өздерін жазу керекпіз. Ол бізде код дайын. Осы кодты көшіріп алып, polls views py файлына қояйық. Ал жалғыз бұл жерде өзгермейтін viewset vote болып есептеледі. Яғни бұл жердегі мысал біз
кейбір функциялардың ешқандай логикасын өзгертпей оны класс тәріздес түрінде пайдалана алатынымызды дәлелдейміз. Енді generic viewsеттер туралы қысқаша айтып өтетін болсақ, бұл біздерде generic list viewset классынан мұрагерлікке алады. Ол яғни бізде көрсетілген айнымалыларды біз орындарына қайталап жазамыз және getQuerySet методын қайтадан біздер анықтадық. Келесі detail view классынан detail және results view бізде мұрагерлікке алып тұр. Біз бұл жерде толығырақ ашып қарайтын болсақ, бұл ұқсас кодтарға дайын арналған абстракты класстар болып есептеледі. Және бұл жерде біз яғни модельді береміз. Бізде басты модель question, яғни сұрақ, одан кейін template name, яғни ол модельді детальді ашу қай шаблонда жүргізілу керек, соның біздер жолын береміз. Енді кезекте кодымызды тексеріп көрейік. Ол үшін сұрақтар тізіміне өтсек, біз келесі қатені көруіміз мүмкін. Ол кезде біздер index.html файлына өтіп, detail деп алдыңғы сабақта жазған кезде осы индекстен өзгермей қалыпты. Сол біз қосымшамыздың атын береміз bols деп, сол кезде жасайды. Нежаналық сұрағанда көріп тұрғанымыздай жауаптар жоқ, сол себепті бізде еш нәрсе шықпайды. Ал егер қалайсың деген сұраққа өтетін болсақ, біздерде класс тәріздес generic, яғни viewsеттері біздегі функция тәріздес viewsеттер сияқты жұмыс жасап тұр. Осы сабақты қорытындылайтын болсақ, бұл сабақта біздер кішігірім форма жасадық және осы generic viewsetтермен таныстық. Енді алдағы сабақта Django'да тест жазуды үйренеміз. Сабақты көргендеріңізге рахмет.